Қарапайымдылық пен кішіпейілділік. Қарапайымдылық пен кішіпейілділіктің мәні. Қарапайымдылық Алла Тағалаға толық мойынсыну және оның алдын ала жазған тағдырын еш қарсылықсыз толықтай қабылдау. Ал кішіпейілділік жүректің толық Алла Тағаланы ойлауға бағытталған күйі. Сондай-ақ кішіпейілділік барлық құпияны білуші, Алланың алдында өзінің түкке тұрғысыз екенін сезіну. Адам үнемі өзінің Алланың бақылауында екенін түсінген кезде, оның қандай төмен екені жүрегіне аян болады. Алла Тағала былай дейді: Рахманның қолдары жер бетінде сыпайы түрде жүріп, оларға білместер тіл тигізсе, сәлемет болсын деп қана жауап береді. Фурқан сүресі 63 аят. Яғни, олар қарапайым, кішіпейіл, сабырлы. Надандар оларға сұрақ қойса, әдемі түрде жауап беретін тақуа адамдар. Тақырыпқа қатысты Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам хадистері. Алла Тағала ешкімге тәкаппарлық танытпай, ешкімді ренжітпей, қарапайым болуларың үшін маған уахи түсірді. Алла Тағала өз қорғауына алған адамдардың сыртында кісіге діні немесе дүниесіне қатысты оны саусақпен нұқып көрсету оған зұлымдық ретінде жеткілікті. Адамды құртатын 3 қасиет бар. Адамды өзіне бағынышты қылған сараңдық, кісіні ертіп, мініп алған құмарлық және өз-өзіне масаттану. Жүрегінде тозаң түйіріне тәкаппарлық болған адам жәннатқа кірмейді, ал жүрегінде тозаң түйірінде иманы болған адам тозаққа кірмейді. Әбу Язид Бастами Құддусиру бірде құлағына мынадай бір дауыс келгенін айтады: Ей Әбу Язид, Алла Тағаланың құдықтары ғибадатқа толы. Егер Алла Тағаланы тануға қол жеткізгің келсе, онда Раббыңа мұқтаждығыңды көрсетіп, өзіңнің төмендігіңді қабыл ет, өзіңді өзгеден артық санама. Кішіпейілділіктің белгілері: тәкаппарлық, ақиқатты қабылдамау, адамдарды менсінбеу және оларды жек көру. Ал кішіпейілділіктің белгілері: ақиқатқа еру, өркөкіректенбеу және адамдарға жұмсақтық таныту және шындықты кімнен болса да қабылдау. Кішіпейілділік сонымен қатар адамдарға көмектескенде олардың арасын алаламау, дүние істерінде де, ақырет істерінде де саған ешкім мұқтаж емес екенін түсіну, жоғары рухани дәрежеге ұмтылуды ойламау және адамдар арасында ең жаманы менмін деп ойлау. Діндарлардың кішіпейілдік мысалдары: Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үлгі алған ізгілер ешқашан бір-біріне тәкаппарлық танытпаған. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам науқасты зиярат етті, жаназаға қатысты, есекке мінді, қызметшісі шақырғанда барды, түйе бақты, үй сыпырды, аяқ киімін жөндеді, киімін жамады, қой сауды, қызметшісімен бірге тамақ жеді және қызметшісі шаршаған кезде бидай тартуға көмектесті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам отбасына қажетті заттар алу үшін базарға барудан арланбады. Кедеймін де, баймын де қол алысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың басына түскен қиыншылықты жеңілдетті. Жұмсақ мінезімен ерекшеленді. Адамдарға жақсы қарады, ақ жарқын, жылы жүзді, күлімсіреп тұратын, бірақ қатты күлмейтін, мұңаятын, бірақ тұнжырамайтын. Қарапайым еді, бірақ өзін қор қылмайтын. Жомарт еді, бірақ ысырап жасамайтын. Жүрегі нәзік, әрбір мүминге мейірімді болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан қарнын тоя толтырмаған және ашкөздікпен ештеңеге жүгірген емес. Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху ан жылдам жүретін және былай дейтін: осылай жылдам жүру мақсатқа жетіліп, кісіні тәкаппарлықтан сақтайды. Бір күні ол өзіне бір нәрсе қажет болып, соны алуға барғанда қасындағылар оған: бізге айтсаңыз, әкелетін еді қой дейді. Сонда ол: мен Омар болып барып қайттым деп жауап берді. Былай риуаят етілді: Зейд ибн Сабит радиаллаху ан түйемен кетіп бара жатқанда, Ибн Аббас радиаллаху ан үзеңгіні ұстау үшін оның алдына келді. Зейд радиаллаху ан: олай істеме, о Алланың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам көкесінің баласы, деді. Ибн Аббас радиаллаху ан былай деп жауап берді: бізге дін ғалымдарына осылай қызмет ету бұйырылды. Сонда Зейд радиаллаху ан Ибн Аббастың радиаллаху ан қолын ұстап, сүйіп, бізге Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әулетіне құрмет көрсету осылай бұйырылды, деді. Урва ибн Зубайр радиаллаху ан былай деді: мен Омар ибн әл-Хаттабтың радиаллаху ан иығында ауыр су торысын көтеріп алғанын көрдім де оған: уа мүминдердің әмірі, сізге олай көтеруге болмайды, дедім. Сонда Омар радиаллаху ан маған бас иіп, кішіпейілдікпен түрлі делегация келгенінен мені мақтаныш сезім билей бастады. Мен сол сезімді сындырғым келді, деді де осы су торсығымен аңсарлық егде әйелдің үйіне барып, оның ыдысына су құйып берді. Бір күні адамдар Мәдиненің әміршісі Әбу Хурайраның
радиаллаху ан бір бума отын арқалап алып әміршіге жол беріңдер деп қайталап кетіп бара жатқанын көреді. Ибн Аббас радиаллаху ан былай дейді: мұсылман бауырының ыдысынан қалған сусынды ішу кішіпейілдіктің белгісі. Омар ибн Абдул-Азиз радиаллаху ан баласына былай деп жазды: мен сенің жүзікке 1000 дирхам тұратын асыл тас сатып алғаныңды естідім. Менің хатымды алған соң ол жүзікті сатып түскен ақшаға 1000 адамды тамақтандыр. Өзіңе 2 дирхамға сақина сатып ал да қарапайым Қытай тасына тапсырыс бер. Сосын оған нәпсінің бағасын білген адамды Алла рахымына бөлесін деп жазып қой. Омар ибн Абдул-Азиз радиаллаху ан мұсылмандарға уағыз айтқан кезде оның үстінде құны 12 дирхам болатын киім болған. Олар шекпен, сәлде, көйлек, шалбар, былғары, шұлық және бас киім. Ибрахим ибн Адхам құдысыр былай дейді: мен мұсылман болғалы 2 рет қатты қуандым. Бірінші рет мен бір көңілді жігітпен кемеде болдым. Ол түркі қалаларында бізді исламды қабылдамағандарға осылай жасайтынбыз деп шашымнан ұстап сілкіп тастады. Мен бұған қуандым, өйткені оның көзінде кемеде менен асқан жексұрын адам жоқтығын. Екінші рет ауырып мешітте жатыр едім. Азаншы келіп шық деді, бірақ орнымнан тұра алмадым. Сосын ол аяғымнан сүйреп мешіттен шығарып тастады. Тәкаппарларға насихат: уа мұсылмандар, жан тәніңізбен ойланып толғаныңдар. Сонда барлық нәрседен ұлы жаратушыны көресіңдер. Алланың жаратқанын қалай жек көресің? Алланың жаратқандары көзіңде, жүрегіңде үлкен болып көрінсін. Мүрит басқа адамдардың кемшілігін көре беретін болса, кемелдікке жете алмайды. Өзгелердің кемшілігін көріп сынайтын мүрит, оны жетілдіретін, тәрбиелейтін тақуа жандардың, періштелер мен пайғамбарлардың дәрежесіне жеткізетін мүршитке мұқтаж. Бірде шейх Мұхиддин ибн Әл-Арабидің құдысыр басына мынадай оқиға өтеді. Бір күні ол кемеге мінген кезде жел көтеріліп дауыл тұрады. Ол тыныштал теңіз, үстіңде білім теңізі бар. Оның сөзінен кейін толқын басылып, судың ішінен бір үлкен мақұлық шығып, шейхқа бұрылып: ей Мұхиддин, мен саған бір сұрақ қояйын, егер оған жауап берсең, ғалымсың, ал егер жауап бере алмасаң, надансың дейді. Ол қандай сұрақ деп сұрайды. Мақұлық: егер Алла тағала бір әйелдің күйеуін қандай да бір жақсы жаратылысқа айналдырса, оның иддет мерзімі қандай болады? Күйеуі қайтыс болған әйел сияқты ма, әлде талақ берілген әйел сияқты ма дейді. Шейх не айтарын білмей қалды. Сонда мақұлық: егер мені өзіңе ұстаз қылсаң, сұрақтың жауабын аласың дейді. Ғалым бұған келісіп, мақұлық былай деп жауап береді: егер күйеуі тірі жанға айналған болса, онда әйел ажырасқандағыдай иддет ұстайды. Ал егер ол жансыз затқа айналған болса, онда иддет күйеуі қайтыс болған кездегідей болады. Осы оқиғадан кейін адамдар дүниеден өткенге дейін шейх Мұхиддинден құдысыры қандай да бір білімнің бар екеніне қатысты ешқандай сөз естімейді. Мына сөздер туралы ойланып көрейікші. Егер мен бір кісінің алдында кішіпейіл болып, сыпайылық танытқанда, ол адам тәкаппарланып кетеді деген қорқыныш менде болмағанда, солай етер едім. Бұл сөздер нағыз тәкаппар адамның сөзі. Өйткені сіз өзіңізді дін бауырыңыздан жоғары қоясыз. Содан кейін оның деңгейіне түсесіз. Алланы танығандардың ұятына келсек, олар бұл тәкаппарлықтан ада. Өйткені олар өздерінің рухани дәрежесін басқа мұсылмандардан жоғары деп санамайды. Пайғамбарлар күнәсіз бола тұра, олар Алла тағаладан өздерінің шайтаннан және жалған Мәсих Даджалдың бүлігінен сақтауын сұрады. Әли Әл-Хауас құдысыр былай дейді: Даджалдың фитнасы ол Алланың сипаттарын өзіне таңа бастағанда, Даджал заманында өмір сүрген адамдар оны ақтап алады деген қорқыныш. Хадиси құдсиде Алла тағала былай дейді: ұлылық пен тәкаппарлық менің киімім. Кімде-кім олардың біреуін менен шешіп алғысы келсе, мен оның көзін жоямын. Ей мұсылмандар, адамдарға үкім шығарудан сақтаныңдар. Расында Алла тағаланың құл бейнесіндегі патшалары бар және патша бейнесіндегі құлдары бар. Алла тағала өзінің құлына құлдық киімін жиі кигізіп, оны өз құзырында құл, басқалардың алдында қошайын етеді. Кім өз нәпсісін перғауыннан жоғары деп санаса, тәкаппарлық жасағаны. Қарызын өтеуді нәпсіден артық кешіктірген борышкер жоқ. Қарызын өтеуді нәпсіден артық кешіктіретін борышкер жоқ. Шайтаннан асқан жау жоқ, өз құмарлықтарынан күшті жау жоқ. Алла тағаланың көмегіне кедергі болатын тәкаппарлықтан асқан нәрсе жоқ. Өйткені жаңбырдың суы тау басына емес, ойпатты жерге жиналған сияқты, тәкаппарлардың жүрегі де солай. Мейірім олардың жүректеріне алыстап, ұятты жандардың жүректеріне орналасады. Сонымен қатар жарасымды әдемі киім киетін адамдар емес, шындықты қабылдамайтын адамдар тәкаппар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәкаппарлық ақиқатты менсінбеу, яғни оны қабылдамау.
және адамдарды төмен көру дейді. Дегенмен менмендік тек жоғары лауазымда немесе ауқатты адамдар ғана тән деп ойламаңыз. Кейде ол кешкі асты ішпеген адам да болуы мүмкін. Тәкаппарлық адамды тек қана бұзады, жақсартпайды. Өйткені бұл Алла Тағаланың жаратқандарына деген тәкаппарлық. Күнәһарлар қандай жиіркенішті істер жасаса да, өзіңді олардан артық санамау керектігін біл. Егер мүрит өзін иттен немесе шыбыннан артық санаса, онда ол ұлы адамдардың кемелдігіне жете алмайды. Күнәһарларға ашулануға болмайды, өйткені олар ақиқатты тастап, өтірікке еріп, Алланың жолынан алыстап кетті. Мұндай күйдегі ашу Алла разылығы үшін ашулану болады. Өйткені күнәһарлар тәубеге келіп, Аллаға бет бұрып, кейін олардың рухани жағдайы бізден де жақсырақ болуы мүмкін. Әш-Шарани Құдүсір өзінің ұстазы Әли әл-Хауастан Құдүсір білгенімен амал ететін ғалым бола тұра, өзімді надан мен залымнан қалай төмен санаймын деп сұрады. Ұстазы былай деп жауап берді: шындығында адамдардың бір-біріне артықшылығы олардың болмысында, денесінде емес, қасиеттерінде. Алла Тағаланың: ей пайғамбар, былай де, мен де сендер сияқты адаммын, маған уахи түсірілді. Қахф сүресі 110 аят деген сөздері туралы ойлан. Хақ Тағала адамдар мен пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам арасын тек уахи арқылы бөлді, және өзі үшін жаратылған Алла Тағала мойынсұнудан басқа олардың арасына ешқандай айырмашылық қоймады. Бұдан адамдардың бір-бірінен артықшылығы тек тұрақты, өзгермейтін нәрседе ғана болатынын аңғаруға болады. Ал адамның білімі мен жағдайы өзгеріп отырады. Ендеше, уа мұсылман, егер сен біліміңнен айырылсаң, сені надандардан жоғары қылатын қасиеттен де айырылар еді. Мұса пайғамбардың алейхиссалам алдында екі адам өздерінің асыл тектерімен мақтана бастады. Бірі: мен пәленшенің баласымын деп 9-шы ұрпаққа дейінгі ата бабасын тізіп шықты. Сонда Алла Тағала Мұса пайғамбарға уахи түсірді: оған айт, оның ата бабасының бәрі тозақта, ал ол болса оларға еретін 10-шысы. 3 мінез қасиетті адамдардың амалы. Біріншіден, олар ақшасын мұқтаждарға жұмсағанды жақсы көреді. Екіншіден, олар әлсіз мұсылмандарға көмектескенді жақсы көреді. Үшіншіден, олар қарапайымдылықты және адамдардан келетін қиындыққа сабыр ете алады. Абу Саид радиаллаху ан Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам былай деген жеткізеді: Алланың нағыз ғалымдары кішіпейіл әрі ұятты адамдар, ал ғұлама басшылар өркөкіректік пен тәкаппарлық иелері. Сондай-ақ кішіпейілдік адамдар қызғанбайтын нығмет, тәкаппарлық адамдарға жанашырлық танытпайтын бәле. Адамның мәртебесі кішіпейілдікте, ал оны тәкаппарлықтан іздейтіндер ол жерден оны ешқашан таба алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім адамдардың өзін жоғарылатуын қаласа, өзіне тозақтан орын дайындай берсін дейді. Бұрынғы өткен игі жақсылар адамдарды қарапайымдылығы үшін жоғарылатуға сөз берген. Демек, Алла Тағалаға көбірек мойынсұнып, адамдармен қарым-қатынаста кішіпейілдік танытатын адам нағыз құрмет пен мейірімге лайық адам деген сөз. Абдул-Қадир Гейлани Құдүсір былай дейді: мен Алла Тағаланы тану деңгейіне түнгі намаз және күндізгі оразамен емес, жомарттықпен, кішіпейілдікпен, шынайылықпен, жаратушыға кішірейіп жалбарына бет бұрумен және оның мейірімімен өзімнің күшсіз, әлсіз екенімді мойындаумен ғана жеттім. Алла Тағала кішіпейіл болғанға өзіне жақындау мүмкіндігін береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: кім Алла Тағаланы таныса, сөзсіз кішіпейіл болады дейді. Рахманның құлы біреуге зорлық-зомбылық көрсетсе, немесе онымен дауласса, оның Алла Тағалаға жақындағандардың қатарында емес екендігі белгілі болады.